Үзілдік Елубайқызы, жұбантанушы, ардагер ұстаз, ерен еңбегі үшін медалінің иегері. Бүгін біз Шыңғырлау ауданына жемқорлықсыз қоғам болашағын мемлекет деген үлкен семинарға қатысып отырмыз. Менің бір қуанатыным, бұл семинарда халықтың, соның ішінде мемлекеттік қызметкерлердің, әсіресе жастардың көбірек жиналғандығы. Енді бұл басқа аудандарға үлгі болатын үлкен бір шара болды деп есептеймін. Өйткені бүгінгі осы бас қосуымызда біздер шындығында біз бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселенің бірі осы жемқорлықсыз қоғаммен күрес жүргізу. Әрине, кеңес өз дәрежесінде, жоғары дәрежеде өтті деп айтуға болады. Соның ішінде жаңағы айтылған пікірлерден кейінгі бір түйін тамаша жаңағы Азат Мыңбаев баламыздың жартас деп аталатын шағын әлеуметтік драмасының өзі осы жиналған жиында түйіндеді деп ойлаймын. Мінекей осындай жиындар жиі болсын, ауданыңызға тек қана сәттілік, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Бүгін мынау Шыңғырлау ауданында жалпы айтқанда облысымызға, елімізге бұл айтқан нақты керекті үлкен іс-шара ұйымдастырып жатыр екен. Соған шақырумен келіп жатырмын. Бұл енді мынау жемқорлықсыз қоғам біздің болашағымыз деген тақырыпта. Енді бәріміз де білеміз ғой, бүгінгі таңдағы біздің дамуымыздың үлкен бір кедергілерінің бірі осы жемқорлық мәселесі. Енді біздер мынау зейнеткер ретінде өмірге тәжірибемізді бөлісуге тырыстық, жастарға жеткізуге тырыстық. Осының барлығын енді әрине бұл үрдіс, бұл мәселелер біздің қоғамымызда әлі бар. Оны енді халық әлеуметтік желіден, теледидардан көріп отыр. Енді соны бүгін енді өзіміздің тәжірибеміз арқылы, көрген білгеніміз арқылы мынау жас мамандарға жеткізуге тырыстық. Енді өзіміздің өмірлік тәжірибемізден айтып жатырмыз. Енді бүгін керемет шара өтті. Оның басты мақсаты мына Шыңғырлау ауданында, сол Шыңғырлау ауданының әкімдігі қарайтын мемлекеттік қызметшілер арасында, басқа да ұйымдардың қызметшілер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ең басты мақсаты. Яғни әдеп бұзушылық профилактикасы бойынша жұмыстар жүргізу. Сонымен қатар мына қазір мемлекет басшысының бастамасы негізінде бұйырса 1 қыркүйектен бастап президенттік жастар кадр резервіне іріктеу басталады кезекті. Осы ретте осы іріктеудің негізгі талаптарын, мақсаттарын жергілікті халыққа жеткізу. Сонымен қатар осы іріктеуге бағын сынайым деп азаматтарға, 35 жасқа дейінгі толмаған азаматтарға сон барлық талаптарын жеткізу, таныстыру.